Төлен Әбдік қонақтар әңгімесі. Курорттан қайтып бара жатқан сапарларында жолай соқпақ болған балаларын күтіп, Ерғабыл шал түн ортасы ауғанда жатса да, ертеңіне күн шықпай оянды. Алагеуімде үндемей жүріп киініп алды. Ерекең сыртқа шықты. Күншығыс аппақ. Ауа сәл-пәл дымқыл екен. Қолын көлегейлеп маңайына қарады. Көкжиек шыңылтыр ашық болатын, бірақ шалға тұмантып көрінді. Бір қолымен белін ұстап, шық басқан көк шөптерді таяғымен анда-санда қағып қойып, шабылған бидайықтың жиегімен келе жатты. Лезде белі ұйып, шаршап қалды. Таяғына сүйеніп аз тұрды да, буындары сытырлап, сүрлеу жиегіндегі төмпешікке келіп отырды. Ерекең есік алдындағы бөгетке шықты. Әлде бір мұңды әнді ыңылдай айтып, таяғына сүйеніп біраз тұрды. Өзен жиегіндегі қыстауын көріп, бағанағы кемпірдің сөзін есіне алды. Ертеректе, осыдан 60 жылдай бұрын осынау қыстау маңы тізілген үйлер болатын. Бектемір әулеті тегіс осы араны қыстайтын. Өмір бақи жан-жаққа пышырап көрген емес, ағайыншыл еді ғой бәрі де. Көктемде ел қыстаудан көп ұзамай өзен жиегіне қаз-қатар киіз үй тігеді. Жиен қазбайлар да малы жоқтығын сылтауратып осында келетін. Ерекеңнің бала кезі. Ауыл жігіттеріне қосылып жылқы бағады. Таяғына қаттырақ сүйенген Ерекеңнің жақ еттері жыбырлап, көздері қызарып, жасаурап кетті. Тым әріде көз нұры, көңіл құрығы жетпейтін тым әріде қалған бейшара бір сағыныш жүрегінің түбін әлсіз түртіп, онсыз да қаусағалы тұрған әдіре қалғыр ит жанын күйзелткендей болды. Ол күндердің куәсі боларлық бір пендені тірі күйінде кездестірем бе деген үмітінің шындыққа үйлеспейтінін сезген шал өзін-өзі сөгіп, қай-қайдағы ойдың қайдан келетініне кейіп, шошынып, алжыппын деп мойындап бөгеттен түсті. Ерекең шәй үстінде көп сөйлемейтін. Сол әдетімен үнсіз тұқиып, қолдарының білеуленген тамырларын ұстап, ақселеу сақалын сипап ойланып отыр. Бас жағында сеулі тұрған ескі домбыраға шұқшиып қарады. Қолын алған жоқ. «Бір құй», деді тершіген ақшыл білегімен кесесін нұсқап. «Шөл қанатын емес, ішім кеуіп кетті». «Сапаш жандар неге кешікті екен? Кеш емес пе еді келем дегені?» «Келетін шығар бүгін». «Сен шал, осы жөніңді айтшы дұрыстап. Осы келгенде Жеңістайды алып қаламын деп тұрсың ба? Жоқ әлде бірге еріп өзіміз кетеміз бе?» «Қара арғыма қарсы қарғадым жер мұң болар» деп мақалдап көзін жұмды. Ерекең ұйықтамаса да көзін жұмып отыруды ұнататын. Уақыт шіркін зымырап өтті де шықты. Тәңірінің құдіреті күшті-ау. Енді міне тірліктегі ырыздық несібенің таусылуы да тақат. Әйтеуір артымызда бір жаман бар. Тұяқсыз пенде емеспіз. Жылда қолдарына шақырады. Ерекеңнің ойына кемпірдің сөзі түсті. «Уай ақымақ кемпір, өлер шақты тұрмыс қуып тентіреп жүре алмаспын. Ағайын жұрт, өз еліңде елді табам деп отырсың ба басқа жақтан, айдаладағы бір қаладан?» Машинаның гүрілінен оянды. Шаңқай түс. Іргеге созылған сол қолына күн сәулесі түсіп қыздырып тұр. «Ойбай, бала келіп қалды», деп кемпір үйге жүгіріп кірді. «Әй, біліп ем ғой бүгін келерін». Заматта гүріл үй сыртына келді. Бір-екі рет үстемелете арылдап өшіп қалды. Машинадан улап-шулап түсіп жатыр бала даусы, әйел даусы. Ерекең қапелінде тұра алмай қалды. Ерекең жаңа қаз тұрған балаша тәлтіректей көтеріліп ат жақты қапсағай сары жігітті құшағына қысты. Одан соң омырау жеңдері ашық, шұбары көйлек киген, шашын қидырған топ-толық ақ сары ажарлы келіншекті шіміріңкіреп маңдайынан сүйген болды. «Әлгі жаман қайда? Әкеліп беріңдер?» «Әкелдік қой. Әй, Жеңіс қайда?» «Жеңіс». Жаяулы сөреден құрт алып үлгерген, аяқ қолы шидей, көзі қитар, алтылар шамасындағы ұлы бала табалдырықты кесіп тұра қалды. «Бар, атаңа бар». Шал өзіне зорға келген немересін бауырына басып бетінен сүйді. «Ой, тентек, атан сағынбайсың-ау» деп жаулықтай үлкен ақ орамалының шетімен көзін сүртті.
келе қой деді есік жақтан көрші кемпірлердің бірі қолын созып. Шалдың баласы ғой, кел. Қитарыл енді ешкімге бармады. Тіпті шақырған Ерекеңнің өзіне де жолаған жоқ. Келсеңші, жаман неме, өз қазақша білетін бет, Сапабекжан, деп әлгі кемпір қапсағай сары жігітке қарады. Сапабек алдына келген баланың қысқа кекіліне қолын тигізіп ептеп түсінеді деді. Ой, қазақша үйретіңдер. Алдымен ана отырған қазақша білмейді. Қайта болған кінә жоқ, деп Сапабек қазақша білмейтініне риза болғандай күлімсіреп ақ сары келіншегіне қарады. Тома, мынаның бет-аузы кір, жуындыршы, деді орысшалап. Көп ұзамай ауыл қонақтары да жиналып қалды. Сөйлеп отырған Сапабек. Бұдан соң Сапабек дүйім жұртты аузына қаратып, өзінің Лондонға, Будапештке, Мароккоға, Италияға барған сапарларын әңгімеледі. Бөтен жат халықтың дәстүрін, мәдениетін, адамдарын мақтады. Италиядағы кедейлердің ауыр тұрмысына аяныш білдірді. Шалдарға бұл әңгімені түсіну тым қиын еді. Сондықтан олар жастарға араласпай, өздеріне түсінікті басқа әңгімеге ауысты. Босағада отырған Тома мүлде жалғыз қалды. Қала қыздарына тән епсіздік пен кішкентай қиықша көрпенің үстінде қалай отырарын білмей, біресе қолымен жер тіреп, біресе жамбастап, жұрттың сөздеріне толық түсіне алмай, әркімге бір қарап үнсіз отырды. Кенет енесінің самауырын көтеріп келе жатқанын көріп, жүгіріп барып, әже, бер, дайте мне, дайте, деді елпектеп. Бұрқырап самауыр келді. Қызыл жолақ дастархан жайылып, майы жылқыған күрең бауырсақтар төгілді. Шайды Тома құйды. Кемпір онша сеніңкіремей қарсы отырып, қосарланып, сүт құйып, былай, иә, солай, сүт құй, ақ су, шай деп бір-біріне байланыспайтын бір сөздерді айтып отыр. Сөйтсе жақсырақ түсінеді деп ойлайтын секілді. Даладан жүгіріп келген Қитарыл Томаның жанына тізерлеп отыра қалды. Мама, ребята идут к озеру. Ты что, с ума сошел, деді Тома әрі сөйлетпей. Даусы шаңқ ете қалғандай болды, өйткені осы кезде шалдар оқысы жалт қараған еді. Тома ұялғандай болып баласының құлағына зәрін төгіп сыбырлады. Біздің мынау да геолог болам деп жүр, деді Сапабек иегімен көрсетіп. Әке жолын қуайын деген ғой. Бос сөз сөйлемеңдер. Ерекең жастар жағына зекіп қалды. Әке жолын қуса, мына менің жолым қусын. Ие болсын мына қу шаңыраққа. Жұрттың бәрі тым-тырыс. Жастардың бәрі сол, Ереке, деді Абыл күрсініп. Менің әлгі кішкентайым, Құдай-ау, немене дейді, бірдеңе болам дейді. Мені бақпайсың ба десем, хе, бақпайым дейді, хе, сол. Ерекең күлген жоқ. Сонда бұлар кім үшін туған, деді кейіп. Кімге керек сонда бұлар? Сапабек осы сөздердің тура өзіне айтылып отырған мойындағандай маңайындағыларға көзін қысып жымайып қойды. Ерекең еттен соң ұзын түйір аршасымен тісін шұқып отырғанда Сапабек қайдағы бір қар адамы жайында, Америкадағы ұлттардың теңсіздігі жайында, қазіргі жетілген техника жайында қызық бір әңгімелерді соғып отыр еді. Әй, доғаршы енді, деді Ерекең шыдай алмай. Ана өзіміздің аспандияға бір домбыра берші, ән салсын. Ал ән тыңдайық деп қисайып жатқан жұрт бастарын көтеріп алды. Иегі шығыңқы, ірі, қапсағай жігіт кішкене ескі домбыраның ішектерін арбиған саусақтарымен еріне шертіп құлағын бұрады. Біраз дыңылдатып отырып, сен үшін айтып отырмын дегендей Сапабекке қарап, жуан қоңыр дауыспен жеңіл бір әнді былқылдатып бастап кетті. Әнді толық айтпай ортасынан үзіп тастап домбырасын қайта бұрады. Ерекең ашық түндіктен жұлдыздарға қарап жатқан, әлдеқалай көңілі онша көтерілмей немересінің шақырғанға келмегеніне, келіннің аяқ-қолының жалаңаш отырғанына, Сапабектің таусылып бітпейтін мылжың әңгімесіне қырыстанып отырған. Әй, айтатын болсаң айтсаңшы, деді ақырып. Кешегі әкең дүйсенбі домбыра саусағына тер тиместей қалайтын. Неден мұнша жаман болып тудыңдар? Аспандияр бағанадан осы сөзді күтіп отырғандай домбыраны тырнан қырап қағып жіберіп тамағын кернеп алды. Кенет соншалықты зор, биік дауыспен шырқай көтеріп, тынып қалып, домбыраны қайта сөйлетті. Одан соң алғашқы ащы айқайға түк қатысы жоқ, жоғары ішектен күмпілдеген бір әнге ілесіп кетті.
Аспандияр термен аяқтап домбырасын қайта тыңқылдатып аз кем отырды. Сырттан ән тыңдауға келген қыз-келіншектерге есік жақтан орын болмай қайсы біреулер үйге кірмей таладан сығалап тұр. Біраздан соң қонақтардың бәрі тарқап үй іші өздерімен өздері қалды. Өз төсегінде малдасын құрып отырған Ерекең: тағы бір қонып кетесіңдер ме? Жоқ, боласыңдар ма біраз, деді баласына тура қарап. Ертең жүруіміз керек, отпускымыз бітті. Көке-ау, онсыз да кешігетін болдық. Курорттан қайтарда сіздерге соға алмай кетеміз бе деп әбден сасып едім өзім. Жол бойында ұшаққа отырудың өзі құдайдың бір азабы, халық көп. Баланше, жеңісті тастап кетпейсіңдер ме? Екеуден екеу қашанғы отырамыз сойдей? Оны өздерің білесіңдер, мазаларыңды алады демесеңдер. Ерекең үндеген жоқ. Төсегін салдырып жатып қалды, бірақ ұйықтамады. Ертеңіне тұрысымен Сапабек қайтуға жиналды. Әке-шешесіне алған базарлықтарын біраз жинаған ақшаларын қалдырды. Ерекең төмен қарап үн-түнсіз ұзақ тұрды. Алып кет өзіңмен бірге, деді бір кезде даусы қарлығып. Оқыт, өзіңдей қаңғыбас етіп шығар. Сапабек тағы да қынжыла күлді. Ой, көкей, едәуір бала сырап қалды деп ойлайсың ба? Орыс мектебің жоқ екен айтып отырмын ғой, әйтпесе. Бар, алып кет, деді Ерекең, жолдарың болсын. Түстен кейін жалдап алған машиналарының кабинасына Жеңіс пен Томаны отырғызып, сыртқа Сапабектің өзі отырып, әке-шешелерімен тура өткен жылдағыдай сүйісіп қоштасып, ренжімеңдер деп ақыл айтып, ауылдан шығып кетті. Машина қарасы үзілген кезде ғана кемпір үн-түнсіз жаулығының шетімен көзінің жасын сүртті. Келесі күні Ерекең кетпенін алып, қысқа отын жоқ, бар кезінде қи ойып алайын деп қыстау жанындағы қораға кетті. Уайымын басу үшін тағы да жігіттік дәуренін, бұрынғылардың адамдарын еске түсірмек болды. Бірақ құлазыған көңіліне ештеңе алданыш болмады. Тек төбесі шұрық ескі қораның ішіне еніп, қоңырсық иісі мүңкіген қара қошқыл дымқыл қиға өткір жалпақ кетпенін құлаштай сермеп, жұмысқа кірісіп кеткенде ғана кәрі сіңірлері жазылып, құрыстары тарқап, көңілдегі ащы уайымы да бірте-бірте жоғала бастағандай болды.